Армысыздар, құрметті көрермен. Жаңалықтар айдарында сіздермен тағы бір мәрте жүздесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Бүгін бізде қонақта Қызылорда облыстық педагогикалық шеберлік орталығының басшысы Камалова София Тәкенқызы. София Тәкеновна, қош келдіңіз. Баршамызға белгілі, бүгін мектебімізде маңызға ие үлкен форум болды. Сол форум төңірегіндегі алғашқы сауалымызды сізге қойғымыз келіп отыр. София Тәкеновна, бүгінгі форумна өзіңіз үшін қандай маңызды ой түйдіңіз? Жақсы. Бүгінгі осы 277-ші мектеп лицей базасында осы Қармақшы ауданының барлық мектеп басшылары бас қосып отыр. Бұл мен үшін бір сондай керемет, үлкен мағынасы бар кәсіби диалог. Бүгін мектеп басшылары қазіргі таңдағы ең маңызды осы білім беру жүйесіндегі негізгі бағыттары болып табылатын мәселелерді талқылады. Соның ішінде мектептегі жалпы мектептің даму стратегиясын, оның ішінде мұғалімдерді әдістемелік қолдау бағытында, оның ішінде жасанды интеллект пен STEM жаңағы инженерия ойлауын мектептің тәжірибесіне енгізу туралы көптеген сондай сұрақтарға жауап берді. Енді соның ішінде мектептің білім сапасын деректер арқылы қалай басқаруға болады деген сұрақ бүгінгі күннің өзекті екендігін нақты айтып өтті. Осындай кездесулер біздер үшін, мектеп басшылары үшін жалпы осы білім саласындағы мәселелерді шешуге үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Себебі бүгін осы мектепті басқарып отырған азаматтар бүгін бір-бірінің мектебінде болып жатқан тәжірибені басқару стратегиясы бойынша өздерінің тәсілдерін, сондай бір лайфхактарын бір-біріне айтып бөлісіп отырды. Ол меніңше әр қатысушыға үлкен сондай бір қоржынға салатын осындай басқарушылық идеялар болды деп санаймын. Керемет. Келесі сұрағымыз. Заманауи мектеп оқушысы қандай дағдыларды бойына сіңіру керек деп есептейсіз? Қазіргі таңда біз үшін сондай бір ең маңызды сұрақ. Қазір осы жастардың ертеңгі күнге қаншалықты дайын, ересектер өміріне енгенде олардың бойында қандай дағдылар болады, олар алдындағы қиындықтарға, өзгерістерге немесе кез келген мәселелерге тап болғанда сол мәселенің шешімін таба алады ма? Немесе өзіне қажетті жағдайда адамдармен қарым-қатынасқа кіре алады ма деген сұрақтар бізде туындайды. Сондықтан да бүгінгі беріп жатқан біліміміз де осы кең ауқымды, осы балалардың бойына қалыптастырамыз деген кең ауқымды дағдылардың өздері де осы балалардың ертеңгі өмірге дайын болуы. Өйткені қазіргі таңда өзгерістер өте көп әлемде болып жатқан. Енді ол өзгерістер бір уақытта алған білімді аздық қылады. Олар өмір бойы, біздің ересектер де, балалар да өмір бойы білім алу керек. Сондықтан да бүгінгі алған білімі ертеңгі күнге қаншалықты жарайды? Олар өмір бойы білім алуға дайын ба? Ізденіске дайын ба? Біздің балаларымыз қаншалықты креативті ойланады деген сұрақтарға жауап беру қажет. Сондықтан осы бағытта біз балалардың дағдыларын көбірек дамытуды қажет деп ойлаймын. Жауабыңызға рахмет. Мектебіміздің оқушыларына мотивациялық тілек айтсаңыз? Мен бүгінгі күнгі біздің жастарымызға мынандай тілек айтар едім. Сіздер біздің жарқын болашағымыздың иесісіздер. Сондықтан да ертеңгі күніміз, біздің болашағымыздың сіздердің қолдарыңызда. Қазіргі жағдайда сіздерге барлық мүмкіндіктерді ересек адамдар беруге барынша ынталы. Ешқашан ертеңгі болатын өзгерістерге немесе мен ертең осындай мамандықты таңдаймын, мен осындай оқу орнына түсемін деген өзіңіздің алдыңызға мақсат қойсаңыз, одан ешқашан қорықпаңыздар, өзіңізге сенімді болыңыз. Сіз өйткені қазіргі жастар сондай бір осы үнемі өзгеріп тұрған заманда өзін тұрақты сезіну керек. Сондықтан да біз тілейтініміз біліммен, еңбекпен, ізденіспен айналысып, тек қана батыл мақсаттар қою. Құрметті София Тәкеновна, уақыт бөліп сұхбат бергеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Номер 277 мектеп лицейінің телестудиясы шығармашылық пен жаңашылдықтың ортасы. Бізбен бірге болыңыздар.
Келесі кездескенше.